Бауырсақ. Орыс халық ертегісі. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бір күні шал кемпіріне: «Кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берші», депті. «Неден пісірейін? Он жоқ қой», деп жауап береді. «Ал сен қойманың түбін қырнап көрші, бір бауырсаққа ұн табылып қалар». Кемпірі қойма түбін қырып, екі уыс ұн табады да, қаймаққа шылап, қамыр илеп, майға бауырсақ пісіреді. Оны терезенің алдына суытып қояды. Бауырсақ суып тұрып, терезеден секіріп, орманға қарай домалай жөнеледі. Бір кезде оған қоян жолығып: «Бауырсақ, мен сені жеп қоямын», дейді. «Қоян, сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қоян сенен құтылам, қиын емес бұл маған», деп бауырсақ алға қарай домалай жөнеледі. Бір кезде алдынан қасқыр шығады. «Бауырсақ, мен сені жеп қоямын», дейді. «Сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқыр сенен құтылам, қиын емес бұл маған», деп бауырсақ домалай жөнеледі. Қарсы алдынан қорбандап аю шығады. «Бауырсақ, мен сені жеп қоямын», дейді. «Жоқ, сен мені жеме, мен саған өлең айтып берейін», деп жауап береді. «Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым, аю сенен құтылам, қиын емес бұл маған», деп бауырсақ домалай жөнеледі. Бауырсақ зымырап бара жатса, қарсы алдынан түлкі шыға келеді. «Сәлем, бауырсақ, жүзің қызыл шырайлы, көргендерге ұнайсың». Бауырсақ мақтанғанға мәз болып, өлеңін айта бастайды. «Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да сытылдым, түлкі сенен құтылам, қиын емес бұл маған». Сонда оған түлкі: «Әдемі өлең екен, бірақ мен қартайдым, құлағым жөнді естімейді. Бауырсақ, сен менің тұмсығыма шықта, өлеңіңді тағы бір рет қаттырақ айтып берші», дейді. Бауырсақ мақтағанға мәз болып, түлкінің тұмсығына шығады да: «Әжей қойма қырнаған», деп өлеңін айта бастағанда, түлкі бауырсақты жеп қояды.